Аңыз. Жүсіп әке-шешесінің жалғыз ғана еді. Отбасында одан басқа бала жоқ. Сондықтан да әке-шешесі бар күш-жігерін Жүсіптің жақсы тәрбие алу үшін жұмсайтын. Жүсіп имам хатип мектебінің оқушысы. Оның бұрыннан бері ұнататын бір қызы бар еді. Есімі Аяулым. Аяулым сыныптың ең инабатты қызы. Албырт жүзін үнемі жерден алмайды. Басын көтеріп, жан-жағына алақ-жұлақ қарау ол үшін жат. Тіпті үзіліс кезінде сыныптан шықпай үнемі үйінен өзімен бірге ала келген кітаптан бас алмайды. Аяулымды ұнататын Жүсіп сабақ кезінде ылғи оған ұрлана қарайтын. Ол болса көзінің қиығымен де Жүсіпке жауап қатқан емес. Жүсіптің өзіне деген ыстық ілтипатын байқайтындай емес. Әйтпесе Жүсіп сыныбының ғана емес, мектебінің ең көрікті оқушысы. Өзге қыздар онымен дос болу үшін жанын салатын. Бірақ дініне берік Жүсіп зинаға жақындаудан қорқып, өз-өзін олардан ұзақ ұстайтын. Десек те, қанша тырысса да Аяулымға келгенде оның бұл тағаты таусылатын. Аяулымға ұрлана қараймын деп көз зинасына жол беретін. Осылайша ерік жігерін нәпсісіне жеңдіріп қоя беретін. Жүсіп бүгін бар күш-жігерін бойына жинап, Аяулымға бойындағы булыққан бар сезімін жайып салуға бел буды. Әркімнің бір сүйіктісі бар. Жүсіптің де бір сүйіктісі болу керек емес пе? Оның өзгелерден несі кем? Араб тіл сабағы. Жүсіп сабақ соңында Аяулымға деген сезімін білдіретін болды. Бір кезде кітабының арасындағы бір парақты көзі шалды. Жазулы тұрған пайғамбарымыздың хадисі еді. Ғашықтығын жасырып, ар-ұят, абыройын сақтап, сабыр қылғанның Алла күнәларын кешіріп, жәннатына кіргізеді деген екен. Қайдан келген қағаз бұл? Біреу тура Жүсіптің жан дүниесін оқып қойғандай, санасы санға, ойы онға бөлінді. Хадис әр арабша, әрі түрікше жазылған. Хадисті оқып, ой тұңғиығына батты. Аяулымға сезімін айтамын деген ойынан қайтып қалды. Ертеңгі күн. Тағы да араб тілі сабағы. Жүсіп нәпсісімен алысып әлек. Ішкі сезім сыртқа шықпайынша тыныштық берер емес. Кітаптың арасынан тағы да бір параққа көзі түсті. Тағы да бір хадис. Үмбетімнің ең мәртебелісі ғашықтық дертіне түскенде абыройын сақтағаны. Түсінді. Бұл хадистерді біреу әдейі жазып кетіп жүр. Бірақ кім? Сол сәтте ұстазының көзіне көзі түйісті. Ұстазы күлімсіреп езу тартты. Жүсіп басын төмен ейді. Бұл парақтарды ұстазы тастап кетсе керек. Себебі Жүсіптің Аяулымға қараған ұры назарының талайдан бергі куәгері еді. Жазу да ұстазының жазуына ұқсайды. Жүсіп қызарып кетті. Аяулымға деген сезімін айтудан тағы да бас тартты. Арада бір апта өтті. Сыныптың ішін гу әңгіме кезіп кетті. Аяулыммен бірге мектепке келіп жүрген баланы көрдіңдер ме? Үндемегеннен үйдей деген осы болар. Сүйіктісі, ғашығы бар боп шықты. Жүсіптің төбесіне жай түскендей болды. Аяулымның оған жар бола алмайтынын түсінді. Салы суға кетті. Құял құсы қолға қонбастай ұшып кетті. Аяулымнан енді күдер өзіден басқа шара жоқ. Келесі күні кітабының арасынан тағы бір жазуы бар қағаз шықты. Бұл жолғысы Құран аяты еді. Мұны естігенде ер және әйел мүміндер діндестері үшін қайыр ойлап, бұл бір анық өсек деулері керек емес пе еді? Бұл аят Жүсіпті терең ойға сүңгітті. Бұны қалай түсінсе болады? Жүсіптің ойына бірден Аяулым келді. Және кешегі гу әңгімелер. Мектептің шыға берісінде кешегі бала тағы да Аяулымды күтіп тұр. Мұны Жүсіп сырттан бақылауда. Аяулым әлгі балаға жақындап келеді де, «Ағажан, сәл күте тұрасыз ба? Сыныпта кітабымды ұмытып кетіппін», деді де мектепке қайта кіріп кетті. Ағажан? Демек сүйіктісі деп жүргендер Аяулымның ағасы болып шықты ғой. Жүсіптің санасында Құран аяты жаңғырды. Жаман ойға бой алдырып, күнәннан күнәға барғаны үшін іштей тәубе етті.
Одан кейін де Жүсіп ара-тұра кітабының арасынан аят хадис жазылған қағаздар тауып жүрді. Бұл үшін өзін ұстазына борыштар санайтын, себебі ылғи шалыс басатын сәттерде ескертетін. Арада тағы да бір ай өтті. Сыныпты бір мұң басқан еді, себебі Жүсіпті әкесі қала сыртындағы бір медресе беретін болды. Сондықтан бүгін Жүсіптің бұл мектептегі соңғы күні. Мектептен кеткеніне емес, аяулымды енді көре алмайтынына қайғылы еді. Жүсіп ілім үйренудің ғашықтықтан да мәртебелі екенін әлі сезіне қоймаған болатын. Себебі тұла бойын шырмап алған ғашықтық сезім бұған мұрсат та бермеген еді. Тіпті әкесіне де іштей ашулы, медресеге де барғысы жоқ. Бәрімен қош айтысты. Сыныптан шығу үшін жинала бастады. Кітаптарын сөмкесіне сала бергені сол еді, тағы бір жапырақ қағазға көзі түсті. Бұл жолы мына аятты оқыды. Сендер жақтырмаған істерің сендер үшін қайырлы болуы мүмкін. Ал қайырлы деп білген істерің зиянды болып шығуы мүмкін. Ненің пайдалы, ненің пайдасыз екенін сендер білмейсіңдер. Алла біледі. Бақара сүресі 216 аят. Бұл аят Жүсіпті сабасына түсірді. Мұнда бір қайыр бар дейді. Жасқа толы жанарын ешкімге көрсетпестен жүзін төмен салып Жүсіп сыныптан шығып кетті. Жүсіптің қала сыртындағы медреседегі өмірі басталды. Ұстаздары алғашқы күннен бастап Жүсіптің әдептілігі мен үлкендерге деген құрметіне сүйсінген еді. Әркім оған болашағының үміт күттіретін оқушы, болашақтың үлкен ұстазы ретінде қарайтын. Ал Жүсіптің іші алай-түлей еді. Аяулымнан айырылып қалуы оған оңай соқпады. Бірақ қайтсе де төзу керек. Әлбетте Алланың бір білгені бар. Арада 5 жыл өте шықты. Ұстасы Жүсіпті өзіне шақырды. Жүсіп, сен осы уақытқа дейін көрген ең озат шәкіртімсің. Бірнеше айдан кейін ілім айдынында қанат қаққалы отырсың. Үйленетін шағында келді. Біздің бір ағамыздың қызы бар еді. Құран курсында ұстаз. Сол қыздың саған лайық деп білдік. Бұған не дерсің? Деді. Жүсіп аяулымнан басқасын қиялына да алып көрген емес еді. Бірақ аяулымы бұны күтсін бе? Бәлкім баяғыда тұрмыс құрып кеткен болар. Жүсіптің ұстаздарына деген жібектей жұмсақ көңілі сөзін жерге тастатқызбауға жол бермеді. Сіз не десеңіз солай болсын ұстазым. Ата-анама бір ескертейін, деді Жүсіп. Ата-анасы бұған разылықтарын танытып, барлығы қыздың қолын сұрауға барады. Бір жағы Жүсіптің жүрегі қан жылауда еді. Үйленетін қызды сүйе алмаса, оның хақын жүктеген болады ғой. Осыны ойлап, ішін ит тырнағандай болды. Сөз алысып, танысып, бөліскеннен кейін кезек қыздың кофе ұсыну кәдесіне келді. Бөлмеге айдай нұрын төгіп бір сұлу кірді. Жүсіптің аяулымды қиялдағаны сонша келген қыз да оның көзіне аяулым боп көрінді. Жоқ, аяулым боп көрінген жоқ. Бұл аяулымның нақ өзі еді. Мына сәйкестікті көрмейсің бе? Я Раббым, деді Жүсіп. Демек, аяулым мектепті бітіріп ұстаз болған екен ғой. Жүсіп өз-өзін әрең ұстап отыр. Бір орында байыз табар емес. Өзіне ұсынылған кофені аларда қолы дірілдеп, өз-өзіне ие болар емес. Кофені табақтан көтере беріп еді, астынан тілдей бір қағаз көрді. Аяулымның жүзіне қарады. Аяулым да жүзін көтерместен басымен ал дегенде ишарат қылды. Қағазды уысына қысып, кофесін бітіре сап, тысқа шығып келуге рұқсат сұрады. Бөлмеден шығар-шықпас уысындағы қағазды ашты. Мектепте кітаптарының арасынан шығатын қағазды жазудан аумайтын жазумен жазылған бір хадис еді. Бір-бірін сүйгендер үшін некеден асқан жақсы нәрсе жоқ. Жүсіп қайран қалды. Таңданысында шек жоқ еді. Барлық жазудың иесі аяулым боп шықты. Жүсіп аңғарып қоймасын деп, ылғи араб тілі сабағында және мұғалімнің жазуына ұқсатып жазып келген екен. Жүсіп хадисті тағы бір оқыды. Бір-бірін сүйгендер, демек, аяулым да оны сүйген екен.
Міне қаншама жылдан бергі қауышудың уақыты енді ғана келген екен. Қызға сырға салғаннан кейін тойдың да күні келіп жетті. Қарапайым ғана той өтті. Той біткен соң Жүсіптің қобалжуы тіпті артты. Қобалжығаннан бір жерде тұра алмады. Қолын қалтасына бір салып, бір алып тұрғанда, қолы қалтасындағы тағы да бір қағазға ілікті. Тағы да бір хадис. Үйленіңдер, көбейіңдер. Аяулымның бұл тосын сыйлары Жүсіпті өзіне одан сайын байлай түсті. Ашықтығы барған сайын арта түсті. Отау тігілді, шаңырақ көтерілді. Жүсіп үйдің әр жерінен өзіне арналған аят пен хадистерді табуды жалғастыра берді. Аяулым отбасылық өмірге қатысты, әйелдің күйеуі, күйеуінің әйелі алдындағы міндеті жайлы, ата-ана хақысы жайындағы аяттар мен хадистерді әр жерге, әр бұрышқа жазып қоя берді. Және бұл жазылғандардың барлығы бастарына туған жағдайға тура келетін. 3 айдан кейін Жүсіп шәкірттерін оқытып, медреседен үйіне келді. Сырт киімін шешіп, киім ілгішке іле бергені сол еді. Сәбидің иісі жәннаттың иісі. Бұл әке баласыз деген сүйінші еді. Уа Раббам деп қуаныштан айқайлап жіберді. Аяулым өзгелер секілді бала көтердім деп естіртудің орнына бұл жақсы хабарды да бұрынғы әдетінше хадиспен сүйіншіледі. Бұл хабардан қуанышы қойнына сыймай, дереу сүйіктісінің жанына жүгіріп барып маңдайынан өпті. Сүйіктісі енді баласының анасы болмақ. Бір ай өткен соң ұйқыдан көзін ашқан Жүсіп жастығынан тағы бір жазу тапты. Хадис еді. Ләззаттардың жоятын, ауыздың дәмін бұзатын, үміттерді үзетін, өлімді жиі еске алыңдар деген еді. Не үшін жазды екен бұны аяулым? Жүсіпті дүние сүйіспеншілігіне батты деп ойлады ма екен? Ас үйде таңғы ас әзірлеп жатқан сүйіктісінің жанына барды. Жазудың себебін сұрады. Басын төмен салып жатқан аяулымның көңілінен қаяу көрді. Бүгін түсімде сенің о дүниеге аттанғаныңды көрдім. Сол үшін осы хадисті жазғым келді деді. Алаңдама, саған кеш қол жеткіздім, сондықтан сені ерте тастап кетпеймін, деді Жүсіп. Бұл сөзін әйелінің жұбанышы үшін айтқан еді. Әйтпесе аяулымның бұл түсі төбесіне мұздай су төгіп жібергендей өне бойын шымырлатып жіберген еді. Тек сөзін әзілге айналдырып, мұнысын сездірмеді. Бір апта өткен соң аяулым Құран курсында еді. Жүсіп болса үйде кітап оқып отыр. Бір кезде жүрегіне шаншу қадалды, тынысы тарылды, жүрек талмасы ұстады. Оқып отырған кітабының арасында қағазды қолына алуға тырысты. Ақыры бірнеше минуттан кейін бұл дүниемен қош айтысып жүрек кете берді. Аяулым үйге кіріп Жүсіптің өлі денесін көре есінен танды. Есін жиып егіле жылап, жарының жанына барды. Сүйіктісіне қол тигізе алар емес, өлді дегенге сенгісі жоқ. Сол кезде қолындағы қағазына көзі түсті. Хадис пен оның астында бір жазу бар еді. Балаға жақсы ат қою әкенің міндеті. Ұлым туса Жүсіп, қызым туса Фатима қой есімін, деген екен. Жүсіп өлімге қатысты хадисті оқығаннан кейін ажалы жақындағанын іштей сезіп, осы хадисті жазып, кітабының арасына дайындап салып қойған екен. Аяулым үшін енді Жүсіп жоқ еді. Жүсіптен айырылғаннан кейін аяулымның ата-анасы қанша төркініне алып кетеміз десе де, атасы мен енесінің жанынан айырылмады. Себебі Жүсіп олардың жалғыз ғана ұлдары еді. Аяулым кетіп қалса, қайғы үстіне қайғы жамылып, жығылғанға жұдырық болар еді. Оның үстінде аяулымның бойында немерелері бар еді. 6 ай өткен соң Жүсіптің ұлы дүние есігін ашты. Тура Жүсіптей сүйкімді еді. Атасы немересін құшағына алды, құлағына азанын шақырды. Сөйтті де көзі жасқа толып, булыққан үнмен ақырын ғана: «Қош келдің ұлым, қош келдің немерем, қош келдің екінші Жүсіпім», деген екен. Аңыз.
Ертеде өмір бойы сауданы кәсіп еткен бір ақылды адам әбден қартайған шағында жалғыз баласын шақырып алып, керуенді бастап сапарға шығуын сұрайды. Бұған келіні қалай қарайды деген оймен оған кісі жібереді. Сонда келіні: 60 күндік шөл болса, атан барар, төсегінен жеріген атан барар жер екен, деп келген адамды қайтарып жіберіпті. Бұл сөзді естіген атасы: келінім ақылды адам екен, сөз тапқанға қолқа жоқ, өзім-ақ барайын деп тәуекелмен жолға шығыпты. Жолаушылар барған жағынан олжалы оралыпты. Еліне 5-6 күндік жол қалғанда керуені қарақшыларға кез болады. Олар шалды қосшылармен қоса байлап тастап, дүние мүлкін талап кетуге бет алады. Желсіз, сусыз, айдалада аяқ-қолы байлаулы қалып бара жатқан керуен басы: «Ей жараңдар, сақаламның ағында, өлерімнің шағында, сүйегімді ит құсқа жем қылғанша еліме барып, керуеншілер келе жатыр деп сүйінші сұраңдар. Бізді қарсы алуға шыққандар тым болмаса сүйегімізді тауып алар. Оларға сендерге сыйлық берсін деп сәлем айтып жіберем» дейді. Өзара ақылдасқан қарақшылар шалдың дүниесін тонап алдық, енді еліне барып сыйлыққа кенелмейміз бе деген ойға келеді. Сонда керуен басы қарақшыларға: сендерге қызыл қасқа атты, жирен жорғаны, 60 құлаш арқанды, 70 құлаш шідерді, қайрамай өтетін пышағымды берсін. Үйдің сыртында тұрған бәйтеректің бірін кессін, екіншісінің түбін көмсін, дейді. Екі қарақшы оның еліне барып сәлемін айтып сүйінші сұрайды. Бұған қауым ел мәз-мейрам болады. Әлгі ақылды келін: ана жақта бір топ адам байлаулы жатыр. Босқа дүрлігудің қажеті жоқ. Атамның жұмбақ сәлемін шешейік, тез жәрдем көрсетейік. Қызыл қасқа мен жирен жорғаны берсін дегені, елдің қасқасы мен жайсаңдары ақылдасын деген сөзі. 60 құлаш арқан, 70 құлаш шідер берсін дегені, қарақшылар 60, оған қарсы 70 адам жіберсін дегені. Қайрамай өтетін пышағым, және мен 2 бәйтеректің бірін кессін, екіншісін көмсін дегені, қарақшының бірін өлтіріп, екіншісін ала шықсын дегені, дейді. Ақылды келіннің арқасында жұмбақты шешіп, ел керуен басының сәлемін бұлжытпай орындап, жолаушыларды ажалдан аман алып қалыпты. Аңыз. Бір күні қартайған анасынан құтылмақ болған боз бала орманға апарып тастамақ болады. Сөйтіп анасын арқалап, ауылдан алыстап, тауға қарай тартады. Баласының ойын қабағынан оқитын анасы ұлының жоспарын іштей сезіп келеді. Өз ұрпағының адасып, жыртқыш аңдардың апанына барып, жем болуынан алаңдаған анасы жол-жөнекей ағаш жапырағын жұлып алып, белге етіп тастап отырады. Межелі жерге келіп жетеді. Анасын тас үстіне ақырын ғана отырғызып, мен суа келе қояйын деген сылтаумен анасының жанынан сытылып шыққан баласына анасы: балам, сен адасып кетпесін деп жеткенше жолға жапырақ тастап келдім. Сол белгіден көз жазып қалмай аман жет, дейді дауыстап. Бұл сөзді естігеннен кейін баласы бұрылып кете барды. Шамалы жүрген соң денесін діріл басып, жаны жабырқап, жайсыз күй кешеді. Тұла бойы түршігіп, тынысы тарылғандай. Істеген ісіне өкініп, өз-өзіне қатты қапаланады. Кенет тоқтай қалады. Өкініштің өзегін өртеп бара жатты. Қос алақанымен басын қыса ұстады да жата қалып, бірнеше мәрте маңдайын жерге беріп жібереді. Сөйтті де дереу орнынан қарғып тұрып, келген ізімен анасын тастап кеткен жерге жүгіре жөнеледі. Екі өкпесін қолына алып жеткен баласы анасының алдына келіп, аяғының астына жата қалып, егіле жылады. Аяулы анасына жасаған опасыздығына өкінген, оның жүрегі қан жылап, көкірегін күйдіріп бара жатты. Байқұс ана өзіне өлім тілесе де, бауыр еті баласына өмір тілейді. Ағат басқан албырт бала анасын арқалап ауылына қарай жүгіріп келеді. Жылап келеді, егіліп келеді. Анасы аялы алақанымен ұлының айдарынан сипап, шашынан құшырлана иіскеп қояды. Я Раббым, қатемді кешіре көр. Ата-анасын аялаған салихалардың қатарынан қыла көр.
анамның разылығын нәсіп еткейсің. Баласы жеткенше осылай деп жаратқанға жалбарынумен қамаған қалың ойдың құшағында қастыққа қалай жеткенін сезбей де қалады. Ананың қадірін сол уақыттан бастап анасының қадірін сезе бастайды. Аңыз. Баяғы өткен заманда бір қалашықта әлемнің ең сұлу қызы өмір сүріпті. Қыздың сұлулығы соншалық, оны көру үшін өте алыс шаһарлардан, елдерден өте бай, асқан көрікті, асыл текті жігіттер келеді екен. Үйленуге ұсыныс жасағандардың, ханзадалардың, серілердің біреуін де ұнатпапты. Сол күндері осы маңда тұратын бір жігіт те әлгі қызға ғашық болып қолын сұрапты. Бірақ қыз оның да ұсынысын қабыл етпейді. Арадан ұзақ жылдар өтеді, әлгі жігіт басқа қалаға кетіп, жаңа өмір бастап, үйленіп, балалы шағалы болады. Күндердің күнінде бұрын өзі тұрған кішігірім қалашыққа жолы түседі. Келе жатып жолда бір танысын кездестіреді. Онымен әңгіме барысында бұрынғы әдемі қыз есіне түсіп, оның жағдайының не болғанын сұрайды. Сонда танысы гүл бақшасы бар үйді көрсетіп, қыздың тұрмысқа шыққанын, сол үйде тұрып жатқанын айтады. Жігіт: апыр-ай, кезінде ешкімге қарамаған бұл қыздың күйеуі кім болды екен деп таңырқай бастайды. Бір күні жасырын сығалап жүріп, күйеуінің үйден шығып бара жатқанын көреді. Қыздың күйеуі семіз, басы тас, түрі де өте ұсқынсыз біреу екен. Оның үстіне бай да емес екен. Мұның мәнісін білгісі келген әлгі жігіт күйеуі кеткен соң үйдің есігін қағады. Қызы есікті ашқанда өзінің кім екенін айтып, не үшін мұндай адамға үйленгенін сұрайды. Қыз оған: анау тұрған гүл бағының ішінен ең әдемі гүлді үзіп әкелсең, жауабын айтамын. Бірақ бір ғана шартым бар. Әдемі гүлді алу үшін ілгерілей аласың, бірақ кері шегінбейсің дейді. Жігіт жүздеген әдемі гүлдердің ішінен кіріп аралай бастайды. Бірден көзіне әдемі болып бір сары гүл түседі. Оны енді алайын деп бара жатқанда сәл ілгеріде қызыл ала гүл көзіне түседі. Оған барып қолын соза бергенде, одан да ілгеріде өте керемет қызыл гүл шоғын көреді. Осылай ең әдемі гүлді табамын деп ілгерілеп жүре келе бақшаның соңына да жетеді. Кері шегіне алмаған жігіт амалсыздан сол жерден бір гүлді үзіп, қызға алып барады. Бақшаның ең әдемі гүлін күтіп отырған қыз жапырақтары солыңқы, өңсіз гүлді әкелгенін көреді. Сонда қыз жігітке бұрылып былай дейді: көрдің бе, үнемі ең жақсысын табуды қалағаныңда өміріңнің қалай өтіп кеткенін білмей қаласың. Соңында ең жаманына да разы болуға мәжбүр боласың. Сондықтан жастық шағың қолдан кетпей тұрып, қолда бардың қадірін білу керек екен дейді.